Сәлем аналар. Ажырасқым келеді. Бірақ мамам шыда дей береді. Күйеуім және оның туыстары әбден шаршатты. Үлкен шаңыраққа келін болып түстім. Осы үйдің тірлігі бітпей қойды. Үйде қайтып келген 2 қайынәпкем бар. Бәрі мені прислуга етіп алған. Баламды садикке беріп жұмысқа шығып кеттім. Магазинде істеймін. Үйге келсем үй шашылып жатады, тамақ істелінбейді. Шынымды айтсам, жұмыстан үйге қайтқым келмейді. Үйдің аурасы ауыр. Сондай үй болған соң бәрі бір-біріне итереді, өздері де напряженно жүреді. Ешкіммен сауғаласпай, тып-тыныш өзім ақ жинай салам, тамақты балаларым үшін дайындаймын. Күнде осы. Күйеуіме бөлек кетейік деп айтқаныма біраз болды. Өткен жанжалда өзің кете бер деп айтты, ешқашан әке шешемді тастамаймын дейді. Қайынәпкелерім өзара көп ұрысады, мені күйеуіме шағыстырады, үйде отырмай ма деп көп айтады, атам мен енем қырылып қала береді. Үйде мүлдем береке жоқ. Бәрі бір-біріне маған атылуға дайын. Шаршадым, ажырасып кетсем өкініп қалмаймын ба деп қорқам. Күйеуім жақсы, бірақ әке шешесінің, әпкелерінің қас қабағына көп қарайды. Оның миында осы үйдің тірлігі мен тамағы менің ғана мойнымда болу керек деген ұғым. Кетсем баратын жерім бар. Бір ғана ұлым бар,